Баршаңызға сәлем, Ереке арнасына қош келдіңіздер. Сіздердің үйлеріңізде кірпі болса, және күндердің бір күнінде ол шар сияқты үрліп, үлкейіп кетсе, сіз әрине бірінші кезекте ол не жүкті, немесе семіріп кетті деп ойларсыздар. Бірақ неге екені белгісіз, кірпіш жеп-жеңіл, мүлдем салмақ қоспаған деп таң қалуыңыз мүмкін. Осындай бір кірпіні Корнуолл қаласының бір тұрғыны жануарлар клиникасына алып келеді. Дәрігерлер рентгенге түсіргеннен кейін барлығын бірден түсінді. Кірпіш шар синдромымен ауырған болып шықты. Оны инемен 5 минуттың ішінде ауасын шығарып, антибиотик курсын жазып берді. Ветеринардың айтуынша, мұндай жағдай кірпілерде ғана кездеседі. Өйткені олардың доп секілді жинала алатын қабілеті бар. Бұл олардың тері астындағы кеңістігінің көп екенін білдіреді. Кірпілердегі шар синдромы терідегі сызаттардан немесе жараларда жинақталатын бактериялардан туындайды. Бактериялар кірпінің терісінің астына газ жинап, бейшара ісінеді. Нәтижесінде ол дұрыс жүре алмайды да, жауларынан қорғана алмайды. Егер ештеңе жасалмаса, жануар өледі. Ал мына сілтеме арқылы өтіп, біздің басқа да қызықты видеоларымызды тамашалаңыздар.